Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Менің аты-жөнім Смағұлова Әйгерім, жеке кәсіпкермін. Бүгінгі тақырып Каспи-Пэй және оның артықшылықтары. Бірінші, оны жүктеу, қосу, пайдалану жеңіл. Оны видеоның соңында көрсететін боламын. Сондықтан видеоның соңына дейін көріңіздер және тіркелуге ұмытпаңыздар. Екінші, 80-90% Каспи Голд қолданады. Қазір бәріміз білеміз, 2001-де Каспи Голд бар, сондықтан сізге кепілдік беруге болады. Үшінші, ең аз комиссия 0,95%. Қазіргі таңда осы процент ең аз болып саналады. Төртінші, кассаны ашу және жабу керек емес. Бесінші, клиенттерге бонус түседі. Яғни бонус түсу арқылы ынталандырады. Соған сізден Каспи-Пэй арқылы төлем жасауға бола ма деп өздері де сұрауы мүмкін. Алтыншы, 23 арқылы QR-кодты өзіңіздің рабочий столыңызға қоюға болады. Ол өте жеңіл болады төлем төлеу үшін. Содан кейін ақпараттарды осы 23-тен алуға болады. Бұл видеода Каспи-Пэй приложениясын қалай жүктеу, оны іске қосу, пайдалану тәсілдерін түсіндіретін боламын. iPhone-да, яғни App Store-ға кіреміз, Android болса Play Market-ке кіреміз, дейміз. Яғни Каспи-Пэй деп жазамыз. Каспи-Пэй өзі шықты, мінекей, сұр түсті. Менде, яғни өзі сохраненный жүктеп алғам. Сіздер жүктеп аласыздар. Басамыз. Осылайынан шығады. Принимать оплату с Каспи-Пэй деп. Мобильный POS. Продажи Каспи-Ред кредит. Сіздің бизнесіңіз дамып, төлем түсіп, жақсы түсіп тұрса, онда осыны қосуға өздері ұсыныс жасайды. Содан кейін бизнес кредит береді, яғни прием оплаты с Каспи Голд 0%. Яғни басында бірінші айда ешқандай ақша төлемейсіз, абонентская оплата 0 теңге. Сосын бір айдан кейін 0,95%, яғни Каспи Голдтан төлем түссе, сосын абонентская оплата 1950 теңге. Яғни ай сайын 1950 теңге салу арқылы сіз осы Каспи-Пэйді пайдалана аласыз. На счет другому банке 10 рет тегін болады, содан кейін 200 теңге. Подключить или войти деп басасыз. Мобильный телефоныңызды тересіз. Содан кейін укажите ин, бин. Яғни талоныңыздан қарайсыз бейініңізді, өзіңіздің жеке бейініңіз болады. Немесе иініңізді тересіз. Өйткені ИП өзінің жеке өзінің атында болғандықтан иін тересіз. Категория. Қандай? Фитнес-клуб, цветы. Мысалы, цветы таңдайық. Название вашего бизнеса. Бизнесіңіздің атын дәл талондағындай жазасыз. Флаво деп продолжитті басасыз. Содан кейін сізге ИП-ны Каспи-Пэйге тіркегеннен кейін бізде осылай шығу керек. Принять оплату после, яғни біз мысалы 5000 теңге деп жазамыз. Принять оплату Каспи QR-ді сканерт етіп, сізге ақшасын төлейді. Немесе осындай 23-ке звондап, Каспи QR-ді өзіңіздің рабочий столыңызға қоюға болады. Содан кейін точки продажи кассирға деген басқанда өзіңіздің адресіңізді жазасыз. Қай жерде, егер де филиалдарыңыз болса, солардың адресін кассир ретінде өзіңізді тіркеуге болады. Немесе жеке кассиріңіз болса, сол жеке кассиріңізді тіркейсіз. Отчет, яғни бұл жерде отчеттар көрініп тұрады. Барлық бірінші күнді, айды күн, жылды күн барын көруге болады. Контрагент по реквизитам бұл ИП-дан ИП-ға перевод жасағанда на любой Каспи Голд, яғни Каспи Голдың барлық Каспи Голдқа жібере беруге болады. Тек мысалы сізге осы Каспи-Пэй арқылы басқа банктер төлей алмайды. Платежи, бюджет, тип платежей, налоговые, социальные, пенсионные, медицинское отчисление барлығы бар. Мысалы пенсионное отчислениені жазасыз, қанша теңге, қай уақытқа, отправка, номер платежа бәрін толтырасыз. Немесе Каспи Голд арқылы да төлеуге болады. Мои счета сіздің счетыңыздағы ақша көрініп тұрады. Содан кейін оплатаны сіз оплатанымда удаленно деген бар, удаленнода қабылдайсыздар. Мысалы 50 000 теңге, телефонын жазасыз, сосын сообщение не үшін. Мысалы сізден бір нәрсе алды, соны жазасыз. Парта, стулья, алса соны жазып, отправить счет. Өзіңізге өзіңіз төлеуге болмайды. Яғни мұнда өзіңіз телефон номеріңізді жазсаңыз, сізге отказ келеді. Ескерту болады бірінші, екінші күндер, үшінші күндер сізді удалить етіп тастау мүмкін, немесе блокировать етіп тастайды. Сондықтан өзіңізге өзіңіз ешқандай счетқа удаленно немесе QR-мен төлемеңіздер. Содан кейін тағы да айттық, переводтар историясында барлық осы жерде болады переводтардың. Сосын сообщение жібереді сізге, удаленно болсын, өзі Каспи-Пэйден де осындай сообщениялар келіп тұрады. Сіздерге бұл мәліметтер қызықты болды деп есептеймін. Және маған тіркеліңіздер, лайк басуды ұмытпаңыздар.